Государство неге ақша төлеп адвокат жалдаватса? Үйретіп қойып жібереді да, алып берді. Жоғысы кете бермесін адвокат келгенде, бізде отырып келсе береді. Başka жұмысым жоқ қой. Bir байқұш келеді, адвокат жалдай алмай. Ошоға бар, ошоны қорғасын. Ақшасы жоқ. Байқұш темсенің адвокат істеп жүреді бекер. Андай болса бармайсың бұл жерге. Тұрады жалдаған адвокаттар жетішті. Жаңғырын айтпақшы егерде өмірбекте адам бір жарым күнде бір сағат отырған адам. Үймен қатыс бошақ түспейді. Уялбай келді. Үймен қатыс бошақ түспейді. Турасын айтып атамыз. Жоқ дегенде прокурорларды да қарады. Бар жүр, любой соттың анда бар. Bir soru жоқ. Жазырап жүреді, қайсы адвокат маған істеп береді екен. Что командуешь? Атамбаевтар кететінда, Кересовадында ешкім ұрын сәтіген Сен не командуешь? Адамдарды өзін жап қойсын, тиіп қойсын. Тие алмайды, біз алыстан қор болып біттік Қырғызстандағылар. Өз-өзді сотқа кіре алмасақ, Қырғызстанда ең-ең қадамымызды таштай алмайған жаңа биліктің қампысын шығарып атты шұғылар. Демелен, надоел ұшыл билік. Екі ай ертерек болып артыға жоқ олсы екен. Биліктің қампысын чапқандар жаман көбейді, қошаматшылар. Bir кіресу үшін бетін сатып бүтірді. Беті кесу өтіп тұтағаннан да қалың болып қалды. Тұп-тұр әлі айтам мен, вообще, надоел, қошым үшін келді өз үшеге. Шығарса мен шығып кетем. Айтып сөзімді айтып алайын. Неге қорқам? Мен ештеке қорқып тұрған ештекем жоқ. Текебаевтай, Чотоновтай адамдар қылымда бер жарылап тұрған. Ошоны барықтай алмай атамыз, өзімді көрейді. Уял. Қара жергесін, 2 ай кіресін оңды жамтан ашпайды. Бошотып беріп, шындықты сөйлеп қойылады. 2 айдан кейін қайра қызметқа тұрасыңар. Мұндан да шоң қызметқа тұрасыңар керек болса.